Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қарасай Батыр атындағы орта мектеп қашықтан оқыту пәні қазақ тілі сыныбы 8-ші Ә пән мұғалімі Қожанова Лаура Қанатоллаевна. Сабағымызды бастамас алдын бүгінгі тақырыбымызға болжам жасап көрейік. Бірінші суретте Ғабит Мүсірепов атындағы театр бейнеленген. Екінші суретте Мұхтар Әуезов атындағы театр бейнеленген. Ал үшінші суретте болса театр ұжымдастарының суреті бейнеленген. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы театр ұжымдық өнер. Театр көне грек сөзі ойын-сауық орны, көретін орын деген мағынаны білдіреді. Сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнеленетін бір түрі ойын-сауық немесе спектакль, түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралары өткізілетін орынжай. Театр ұжымдық өнер, өйткені драматург, актерлер, қоюшы, режиссер, декоратор, суретші, композитор, хореографиялық өнерінің және киім-кешек жасаушылар, гримшілер, жарық берушілер секілді театрда тағы да басқа көптеген қызметкерлер еңбегінің өзара тоғысуы нәтижесінде туады. Қазақ театр өнері ежелден келе жатқан салт дәстүрлерімізге негізделген. Үйлену салты, шілдехана тойымен байланысты өтетін ойын-сауықтар, ақындар айтысы, тағы да басқа дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы көріністері болған. Кейін халқымыздың талантты өнерпаздары шағын труппалар құрып, ел аралап, жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. Ендеше өздеріңіз көріп тұрғандай суретте қазақ драма театрының алғашқы труппасы 1934 жылы құрылған. Сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру, жай сөйлемдердің айтылуы мен құрылымдық ерекшеліктеріне сай қолдану. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері. Мәтін бойынша тезистік жоспар құрады, жай сөйлемдердің түрлерін ажыратып, сөйлем құрастырады, талдау жасайды. Ендеше сабағымыздың мақсаты түсінікті болған болса, балалар, әрі қарай видеоны тамашалаймыз. Театр өзінің 68-ші маусымын дәстүрге айналған Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлу қойылымымен ашты. Осыдан кейін труппа Қызылорда облысында гастрольдік сапарына жол тартты. Турда Бекежанов атындағы Қазақ музыкалық драма театр сахнасында әртістердің шебер орындауындағы Мұхтар Әуезовтың Ай Қарагөз трагедиясы ашып отыр. Сондай-ақ келіндер көтерілісі, Фатима, Сағым қуғандар және әрине де Қозы көрпеш баян сұлу қойылымдары көрермен назарына ұсынылды. 2013 жылдың шымылдығы жабылар кезде Туар труппасы Арт Орды фестивалі өтіп жатқан Бішкек қаласына барып қайтқан болатын. Шара халық жазушысы Шыңғыс Айтматовтың 85-ші жылдығына орай ұйымдастырылған. Байқауда бас сынасуға Қырғызстан астанасы, ТМД және ал шетел елдерінің ондаған кәсіби драма театрлары ат басын тіреді. Қазақ театры көпшілікке Мұхтар Әуезовтың әйгілі Ай Қарагөз трагедиясын ұсынды. Видеоны тамашалаған болсақ, балалар, әрі қарай ой-түрткі сұрақтармен бөлісейік. Сендер театрға апарасыңдар ма? Қай театрға жиі барасың? Қандай қойылымдар тамашаладыңдар? Театрға бару қандай әсер берді? Егер екі адам сөйлесіп, оны үшінші адам тыңдап тұрса, мұның өзі театр деген Густав Холлбектің сөзі туралы өз пікіріңізді айтыңыз. Ендеше жоспар түрлерімен танысамыз. Жоспар мәтін мазмұнының ықшам, нақ әрі жүйелі берілген тірек негізі. Жоспардың 4 түрі бар. Жай жоспар, күрделі жоспар, тезистік жоспар, сұраулы жоспар. Бізге бүгін сабағымызда қажет болады тезистік жоспар. Тезистік жоспар дегеніміз мәтін бөлімдерінің тақырыпшалары мен азат жолдардың негізгі мазмұнына қатысты атаулар қамтылады. Әрі қарай кітабымыздан тапсырмалар орындайық. Кітабымыздың 156 бетінің бірінші тапсырма мәтінмен танысып, тезистік жоспар құрыңдар. Ендеше балалар кітабымыздағы тапсырманы ашып, оқып, танысып аламыз. Содан соң бірнеше тезистік жоспар құрып көреміз. Мысалға, бірінші тезистік жоспарға театр және тарихи даму, театр түрлерінің қалыптасуы деп айтсақ болады.
Әрі қарай өздеріміз жалғастырып, тезистік жоспар құрамыз. Өткен сабағымызда біз жай сөйлемнің түрлерімен өттік. Бірінші, жақты, жақсыз, толымды және толымсыз, жалаң және жайылма атаулы сөйлем болып, жай сөйлемнің түрлері бірнеше түрге бөлінеді. Бүгінгі сабағымызда біздер жақты және жақсыз сөйлемдер туралы өтеміз. Жақты сөйлем бастаушы мен баяндаушы қиса байланысқан жай сөйлемнің бір түрі. Жақты сөйлемнің бастаушы болады, немесе сөйлемнің мазмұнынан бастаушының қай сөз екенін табуға болады. Жақты сөйлем үшке бөлінеді: арнаулы жақты сөйлем, ауыспалы жақты сөйлем, бастаушы белгісіз жақты сөйлем. Жақсыз сөйлем сөйлемдегі айтылар ой бастауыштан басқа сөйлем мүшелері арқылы берілетін жай сөйлемнің түрі. Жақсы сөйлемнің бастаушы болмайды, оның жоқ екені сол сөйлемнің баяндаушынан білінеді. Жақсы сөйлемнің баяндаушы бірнеше жолмен жасалады. Бірінші, барыш жалғаулы тұйық етістіктен кейін бол, тура, кел деген көмекші сөздердің келуі арқылы, мысалы, бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға болады. Екінші, ғ, г, қ, г жұрнақты қалау райы арқылы жасалады. Мысалы, оның ештеңеге қарағысы келмейді. Үшінші, атау, я, барыс септік жалғаулы тұйық етістікке керек, қажет сөздері тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, енді бізге ауылдағы адамдардың көңіл күйін білу керек. Төртінші, тәуелдік жалғаулы тұйық етістікке мүмкін, тиіс сөздері тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, біздің баруымыз керек. Бесінші, тұрақты сөз тіркестері арқылы жасалады. Мысалы, ішек сілесі қатты, мұртын балта кеспейді. Ендеше балалар, сөйлемді талдап көрейік. Оқушылардың театрға барғысы келді. Алдымен бұл айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем. Өйткені хабарлау мақсатында жұмсалып тұр. Құрамына қарай бұл жай сөйлем, өйткені бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішінде жақсы сөйлем, себебі сөйлемде бастауыш жоқ, сөйлемнің негізін баяндауыш құрайды. Әрі қарай талдап көрейік. Оқушылардың театрға не істегісі келді? Барғысы келді, баяндауыш. Кімнің театрға барғысы келді? Оқушылардың, анықтауыш. Оқушылардың қайда барғысы келді? Театрға, толықтауыш. Енді баяндаушты талдаймыз. Түбірі бар, ғ дегеніміз қалау райының жұрнағы арқылы жасалып тұр. Екінші сөйлемге қарайтын болсақ, театр көрермендердің ішкі жан сезіміне әсер етеді. Сөйлем айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, өйткені хабарлау мақсатында айтылып тұр. Құрамына қарай жай сөйлем, өйткені бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішінде жақты сөйлем, өйткені бұл сөйлемнің бастаушы бар. Театр көрермендердің ішкі жан сезіміне не істейді? Әсер етеді. Баяндауыш көрермендердің ішкі жан сезіміне не әсер етеді? Театр, бастауыш. Театр кімдердің ішкі жан сезіміне әсер етеді? Көрермендердің. Анықтауыш. Театр көрермендердің несіне әсер етеді? Сезіміне. Толықтауыш. Театр көрермендердің қандай сезіміне әсер етеді? Ішкі жан. Анықтауыш. Ендеше балалар, сөйлемнің талдау барысы түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай кітаптан тапсырмалар орындаймыз. Кітабымыздың 157-ші парағындағы екінші тапсырма. Кім тапқыр ойыны? Бұл жерде балалар сіздерге 3 сұрақ берілген. Осы 3 сұрақтың жауабын жылдам табамыз, тағы да талдаймыз. Екінші тапсырма Б мәтіні. Театр, тірі тарих тақырыбына материалды интернет желісінен жинақтап, тезистік жоспар құрамыз. Жақты, жақсы сөйлемдерге талдау жасаймыз. Жақты және жақсы сөйлемдерді ажыратып талдау жаса. Бұл жерде 4 сөйлем берілген. Осы таблицаға қарай отырып, толтырып жазамыз. Ендеше балалар, сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Әрі қарай өзіміздің қаншалықты сабақты түсінгенімізді қорытындылау мақсатында Google Form платформасына кіріп, театр ұжымдық өнерін тақырыбындағы тест тапсырмаларын орындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың дескрипторы. Тақырып бойынша материал жинақтайды, тезистік жоспар құрады, жақты жақсы сөйлемдерге талдау жасайды, Google Forms тапсырмасын орындайды. Кері байланыс. Сабақтың қай сәті ұнады?
Қай кезең саған қиындық туғызды? Қандай білім алдың? Сабақ қызықты болды ма? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс береміз. Үйге тапсырма. 158-ші беттегі 3-ші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы театр мен кино өнерінің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын анықтаңдар. Өздерің қайсына көп барасыңдар, неге деген сұрақтарға да жауап береміз. Learning Apps платформасы тапсырмасында мен көптеген қызықты тапсырмалар жүктеп қойдым платформасына. Соған кіріп, тапсырмаларды орындаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.